8 қазанда Астана қаласында орналасқан Экспо көрме орталығында Қазақстанның үздік тауары республикалық көрме байқауы өтті. Шараға еліміздің әр өңірінен үздік тауар өндірушілер қатысты. Көрме байқауды Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырды. 153 отандық кәсіпорын өз өнімдерін 3 аталым бойынша ұсынды. Өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар, халық тұтынатын үздік тауарлар және үздік азық-түлік тауарлары. Бұл көрме байқаудың мақсаты жеке және заңды тұлғалардың отандық өнім сапасын арттыруға бағытталған қызметін жандандыру. Қазақстан нарығын жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті өніммен толықтыруға жәрдемдесу. Сапа мәселесін шешуге өнеркәсіптік, коммерциялық және қоғамдық ұйымдардың назарын аудару. Халық арасында сапа идеясын кеңінен таныту. Шара барысында конкурс дипломанттары Қазақстанның үздік тауары республикалық көрме конкурсының эмблемасы және дипломдармен марапатталды. Сапалы Қазақстан порталы үздік тауар өндірушілер туралы бірнеше видеоматериал дайындап жатыр. Олармен жақын күндері Стандарт.kz сайтынан таныса аласыздар.